Бүгін бізде қонақта Беларусь ұлтының өкілі, термеші Майя Маслова-Исмаилова. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Жансерік, рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы. Таңғы көңіл-күй жақсы ма? Керемет. Өте қуаныштымыз. Майя ханым, енді өзіңізді Беларусь ұлтының өкілі деп таныстырдым. Дегенмен, сіздің әкеңіз Беларусь болғанмен, анаңыз Әзербайжан ұлтынан, не? Ал ата-әжелеріңіз қай ұлттан толығырақ өзіңіз айтып бересіз бе? Я, Жансерік, бойымда 3-4 қан бар. Әкем Беларусь, оның анасы татар, шешем Әзербайжан. Ұлы Отан соғысы кезінде қатты жарақат алып аяғынан Атырау облысы Махамбет ауданы Сарайшық деген ауылда госпитальге түседі. Сол жерде госпитальде медбике болып жұмыс істеп жүрген татар қызына ғашық болып, отбасын құрып, 12 баланы дүниеге келтіріп, сол 12 баланың біреуі менің әкем Маслов Борис, соның ұрпақтарымыз. Шешем Әзербайжан ұлты, депортация кезінде 39 жылы Баку қаласынан оңтүстік Қазақстанның Мақтарал деген жеріне жер аударған. Қазіргі кезде сол жерде мекен етіп жатыр. Осы күнге дейін. Демек, сіз Атырау өңірінің қызы болдыңыз. Атырау өңірінің. Балалық шақ қалай өтті жалпы қазақ тілін? Қай уақыттан бастап меңгере бастадыңыз? Мен өзім Жеті ханның кенесесі тұрған, сонау орта ғасырда қазақ хандығының ең бірінші астанасы болған Сарайшық ауылында дүниеге келдім. Сол жерде өстім. Достарым, ортамның бәрі қазақ балдары болды. Қазақ тілін сондықтан жақсы меңгердім деуге болады. Кішкентайымнан 10 жасымнан бастап қолыма домбыра алдым. Домбыра үйірмелер болмағандықтан теледидарда ол кезде Қаламқас Орашева, Мекес Төрешев деген ұлы жыршы, термешілер, әншілерді жай тыңдап, қызығып, соны домбыраға салып, бұрауын келтіре алмасам да әйтеуір ыңғылдатып. Демек, өзіңіздің қабілетіңізбен үйрендіңіз? Өзімнің қабілетіммен. Ешқандай ұстаз болған жоқ сізде? Ұстаз болған жоқ. Кейін келе жақсы үйреніп келе жатқасын менің өнерімді, талантымды байқаған 12 жасында біздің Сарайшық орта мектебіне музыка сабағынан бір мұғалім келді. Консерватория бітіріп, Сәуле Тапақова деген біздің ауылдың. Сол кісі ең бірінші үйірме ашты. Сонда бір 5-6 қыз болып бардық. Мен бардым домбырамды құшақтап. Содан бірінші күй бастап үйрендік. Содан бір кездері бір кластың қасынан өтіп бара жатсам, бір терме айтып жатыр Сәуле апамыз. Соны таң қалып тыңдадым. Негізі жыр терменің сөздерінің философиялық, тәрбиелік мағынасы өте терең ғой. Қатты ұнады. Қазір де менің өмірімдегі осы термені өмірімде үлкен көмегі тиді деп айта аламын. Осы жыр термені. Енді балалық шақтан өзіңіз осы қазақ өнеріне жақын болып өстіңіз. Қазіргі уақытта да осы уақытқа дейінде біраз оркестрде қызмет істедіңіз. Енді өзіңізді дәстүрлі әнші термеші ретінде жақсы білеміз. Жалпы қазақ өнері сізді несімен қызықтырады? Қазақ өнері жалпы түркі музыкасы бәрі бір-біріне жақын, терең несі, тамыры бір деуге болады. Кішкентайымнан мен Әзербайжан дәстүрлі Мугама деген әні, Мугама музыкасын қатты көп тыңдайтынмын. Сол термені соған ұқсаттым ба? Сол терменің біздің Батыс Қазақстан өңірінің сарыны жақын болды маған. Именно сол термеде, жыр терме. Сондықтан болар дәстүрлі әнге қатты қызығушылығым арта берді. Ендеше сәт түсіп тұрған кезде біз өзіңізден бір тамаша ән сұрасақ, біздің Таңшолпанның көрермендеріне таңғы тарту болсын. Жақсылап бір ән орындап берсеңіз, құрметті көрермендер, егер де сіздер Майя Маслованың орындауындағы термен тыңдағыларыңыз келсе, біздің сұхбатпен, біздің арнамен бірге болыңыздар, алысып кетпеңіздер дейміз. Қызылдың әні Ой көкті орындап берейін. Ұшқан аққудай, дауысай тәуір, жаста болса еркемнің мінез ауыр ой көп. Қай жерінен еркем
жылан бауыр ойгөк, шар шорамал бір байлап, отырмысың гүл жайнап. Қасіретіңнен қам жұттып, сағындым сәулем сен ойлап. Ойда. Қонған сері ауылымның қоғалай гөгім, қозы өлсе қоңыр ғой, бұладай кер ой гөк. Ақ құланның ауылына шыққанымда, қоңыр салқын алынымнан соғадай көк ой көк. Шар шорамал бір байлап, отырмысың гүл жайнап. Қасіретіңнен қам жұттып, сағындым сәулем сен ойлап. Қасіретіңнен қам жұттып, сағындым сәулем сен ойлап. Көп рахмет. Шын жүректен алғыс айтамыз. Майя ханым, енді негізі қазіргі уақытта өзіңіз 4 баланың анасысыз, күйеуіңіз түрік ұлтының өкілі. Енді отбасыңыз жайында айтып беріңізші, қалай танысып едіңіздер бастапқыда? Неге түрікті таңдадыңыз дегендей сауал. Енді Астанада оқып бітіріп жұмыс жасап жүргенде жаңа Селимжан деген түрік ұлтының азаматын кездестірдім. Үлкен махаббатқа ұласты. Енді бағымыз болар енді. Қазір кезде Селимжанның да ата-бабалары сол депортация кезінде оңтүстік Қазақстанның Кентау деген қаласына жер аударылған. Грузия елінен Месетия деген жері болған. Сол жерден жер аударып, сол жерде осы күнге дейін мекен етіп жатыр. Өте жақсы. Әкесі, шешесі Кентау қаласында. Селимжанды Астанада екеуміз кездесіп, осыдан 10 жыл болды. Отбасы құрғанымызға. Құдайға шүкір 4 баламыз бар. Әзірше 2 ұл, 2 қыз. Ал осы ұл қыздарыңыз өзіңіздің жолыңызды жалғап, өзіңізді басатын ойлар бар ма? Яғни өнерге жақын ба? Екінші балам, екінші қызымның өнерге жақын екенін қазір байқап келе жатырмын. Әлі кішкентай болар, бірақ та музыкаға тартылады. Өскенде мүмкін әнші болып кетер, мүмкін музыкаға. Егерде өзіңіздің осы өнеріңізді жалғаймын деп жатса, қарсы болмайсыз ба? Қарсы болмаймын, әрине қарсы болмаймын. Ал отбасында енді қай тілде сөйлесесіздер өздеріңіз? Отбасында жалпы бізде үйде 3 тіл жүреді. 3 тіл? Орысша, қазақша, түрікше. Қолымызда мамамыз бен папамыз бар, Селимжанның әке-шешелері. Әке-шешесі қолымызда тұрады. Енді олар көбіне сол біздің өздерінің ескі түрікше сөйлейді, ескі түрік тілінде. Балдармен, жаңа өз араларында. Мен енді таза түрікше сөйлемесем де, Азербайжан, қазақ, түрік бәрі бірдей тіл ғой, енді деуге болады, түсінуге болады. Мен енді қазақша сөйлеймін, андасында орысша, күйеуім түрікше, орысша, бәрін араластырып. Балдар барлық тіл түсінеді. Отбасында осы 3 тілде әңгіме ұрасыздар. Егер де мысалға алып қараңыз, маған қызық болып отқаны, Майя ханым, енді сіздің әке-шешеңіз келеді. Яғни Сәлімжанның әке-шешесі бар, өзіңіз, бала-шағаңыз бар, Сәлімжан бар. Барлығыңыз бас қосқан кезде көбінесе дастарханда қандай ұлттық тағамдар тұрады? Қай ұлттық тағамдар тұрады? Көбіне бізде дәстүрлі тағам деуге болады. Дәстүрлі, мысалы, қазақтың еті, түріктің хингал, пастырма, мержімек, яйла деген тағамдары көбіне сондай дайындап жүреміз, бағанағы енем дайындайды. Сосын Азербайжанның сарма, долма деген тағамы, Беларусьтың бульвасы, картошкасы, картошкасын балықпен ол обязательно міндет тұрады. Тем более Атыраудың енді балықтың өңірі ғой. Сондықтан жіберіп тұрады енді Атыраудан. Сосын жұма сайын енді бауырсақ істейміз ғой. Жұма сайын бауырсақ, Азербайжанның фәсәли, сосын йоха деген бағанағы ұннан жасалған тағамдарын міндетті түрде жасаймыз жұма сайын. Қазақтың құртымен бірге, мысалы, түрік Азербайжанның
жаңағы құрт сияқты бағанағы қарынға жаңа құртты малдың қарынында сақтап 1 жыл соны кептіреді. Сол қазақтың құрты сияқты кішкене өзінің специфический өзінің дәмі болады. Сол індетті түрде столда тұрады. Жалпы енді осы түркі тілі сұрақтар деп отырмыз. Осы тағамдардың бір-бірімен байланысы неде, қалай ойлайсыз? Байланысы сол ет, нан. Иә, тек бәрі сондай неде дайындалады, ас тек название, атаулар басқаша. Әр ұлт өзінше атайды. Өзіндік бір ұқсастықтары бар. Дәмдері бір болып келуі мүмкін. Енді көрермендерімізге уәде беріп қойдық қой, біз өзіңізден міндетті түрде терме сұраймыз деп. Бір термелеріңіздің бірінен бір қысқасын бір орындап берсеңіз, тікелей эфирдеміз, онда ескеруіміз керек. Көрермендеріміз күтіп қалған болар. Атырау өңірінің бір термесін орындайтын шығарсыз. Наурызбек жыраудың толғауын орындап берейін. Ең бірінші үйренген термем деуге болады. Ал жақсы, мархабат. Бізде бар, азамат ерлер тыңдаса, аз ойланып сөз қалар, шымырлатар денеңді, айтылмай жатқан жырлар бар, домбыра қолда қосы шек, несіне жыршың бұлданар, ер азамат елде бар, ел ішінде ері де бар, халықтаса қара құс, бастан ұшып қонбайтын, ұшпасы биік шыңда бар, ер азамат дегенің мың ішінде бірде бар, әй мың ішінде бірде бар, мойындаса өзісін, кім келіп оған сынайтар, жылқыда жүйрік тұлпар бар, қашсаң қуып жететін, астындағы тұлпармен табасын жолдың төтесін, орталыққа келгенде, білгенде адам сөйлесін, құмар болдым жасымнан, топты көрсем тұрмадым, болмадау қарап тұрғаным, толғау сөз айтпай, басылмай қойдау құмарым, жаста болсам көздедім, жаста болса қос едім, ұшқынның биік мұңарын Майя ханым, таңғы уақытыңызды бөліп, келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Осындай домбыраның, қазақтың домбырасын жанына серік етіп, қазақтың өнерін, термесін, дәстүрлерін насихаттап жүрген өзіңізде азаматтарымыз аман болсын. Отбасыңызға тек мына аман тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Беларусь ұлтының өкілі термеші Майя Маслова Исмаилова.